Хирургия бөлімінде көп ер адамдардың арасында әйелден жалғыз хирург болып қызмет етіп келе жатқан Жанар Бекенқызы 32 жасқа толды. Ұжымда қалыптасқан дәстүр бойынша туған күні болған адамды әріптестері жиналып ординатор бөлімінде құттықтады. Бүгін де солай болды. Жанарға бір шоқ қызыл гүл ұсынып, ұжымдастар қысқаша жүрек жарды тілектерін айтты. Бұл жолы бәрі өзара келісіп алғандай. Жанар, жалғыз болып қалма, қасыңа жұптап, бас екеу болсын дегеннен бастады. Әдетте сөзді бірінші сөйлейтін тәжірибелі бас хирург Әлжаппар Жағыппарович ең соңында сөйлеп, сөзді өзі тұйықтады. Жанар Бекеновна, менің алдымдағы тілектердің бәріне қосыламын. Әріптестер өте дұрыс айтып отыр. Сен де бәрі жақсы. Қызметің бар, облыстық аурухананың білдей хирургісің. Қыз бала болсаң да, ерлерден артық қызмет етіп келесің. Үйің бар, жайың бар дегендей. Әріптестерің дұрыс айтып отыр. Сен енді бір басыңның екеу болғанын ойлайтын мезгіл жетті. Бүйтіп күнде операциядан операция жасап, қан жынның арасында жүре берсең, жүре бересің. Уақыт өтіп кетеді. Сенде ана болуың керек. Ұрпақ өсіріп, отбасылық бақытты өзгелердей сезінуің керек. Менің тілегім, енді келесі туған күнге дейін сенің тұрмыс құруың, жақсы күйеу жігітті қасыңа ертіп жүруің, кішкентайлы болуың, әйелдерге ұқсап декреттік демалысқа шығуың. Мұның бәрі бақыт емес пе? Солай ғой, бәріміз бүгін Жанарға көңілді тек жұмысқа емес, отбасын құру жайында бөлу керектігін тапсырайықшы, деді жиналғандарға қарап. Хирургия бөлімінің 12 қызметкері бірден қосылып бірінші сыныптың оқушылары сияқты. Я, Жанар Бекеновна, бізге той керек, тұрмысқа шығу керек сізге, деп қол шапалақтап жіберді. Туған күн иесі болғандықтан ба, жоқ бүгін түнгі кезекшілікте болып, ауыр операциядан қажығандықтан ба, Жанардың бүгін көңіл күйі жоқтын. Сондықтан құттықтаушылардың сөздеріне жылда айтып жүрген сөздер деп көңіл де аударған жоқ. Басын изеп, сыпайылықпен күлімсірегендей нышан байқатты. Жанар білікті маман, қолы жеңіл, жақсы хирург. Оны өзі де жақсы біледі. 7 жыл табан ауыртпай осы хирургия бөлімінде қызмет етіп келеді. Қаншама күрделі операцияларға ассистент болды. Жеке өз қолынан жасағаны қаншама, соның бәрінде кісі өліміне жол берген емес. Сондықтан болар бөлімнің меңгерушісі, Қазақстанға еңбегі сіңген дәрігер атағы бар бас хирург Әлжаппар Жағыппаров өзгелерден гөрі білім таразысы жоғары, әр қайыскеде болса да тиянақты Жанарды өзіне ең сенімді көмекші етіп қасында ұстайды. Бұл бір. Екіншісі, өз жоқта бас хирург есебінде орында қалдырады. Менің білетінім, Жанар Бекенқызы бір айдан бері де демалыссыз жұмыс істеп жүр. Бүгін туған күнінде менің Жанар Бекенқызына берер сыйлығым осы сенбі. Жексенбі 2 күн қатар демалыс беретінімді хабарлаймын деді. Охо, Жанар Бекеновна, сізге өте дұрыс болды. Осы 2 күнде базарға барда өзіңе тура жігіт ізде. Менің бір жезден болған, облыстық телеарнаға әдемі диктор қажет болып, сол диктор қызды базарда жүрген қыздардан іздейді екен, деді аға медбике ақжарлы әзілдей күліп, Жанарға есіктен шығып бара жатып. Жанар Бекеновна, алыстан іздеп қайтесің, жүрген жоқпыз ба күнде қасыңда. Мен де күйеу бола аламын, деді өзімен бірге қызметтегі Нұрдәулет те жымыңдай қалып. Нұрдәулет, сұп-сұлу келіншегіңді қайтесің, дей қалды. Мақпал мұны естіп. Сұлулығын қайтейін, қызғаншақтығынан күнде ажырасқым келеді ғой. Әй, сендер не білесіңдер, қызғаншақтық деген ауру операция жасаса ғой. Шіркін, ол ауруға ешкім операция жасай алмайды. Өзім ақ соны тіліп алып тастар едім. Әттең деп. Енді мен байғұс не деймін? Күйеуім бар сенен де, күйеу жоқ Жанардан да, медбике Қарлаштан да, Құдая осы хирургияның сырғасы бар барлық қыздарынан да қызғанып миымді жегідей жейді ғой. Менің скальпелімнен оның тілі өткір. Күнде бейтіп мені іреп, бейтіп мені сояды ғой деп қолдарын кескілеген көрсетті. Маған үндемейтін осы Жанар Бекеновнадай адам керек.
Ай еркектер, өздеріңнің де бір бәлелерің бар шығар. Бір негіз болған ғой. Ол баста негізсіз еш нәрсе болмайды, деді Мақпал әрі кетіп. Жанар бұл әзілдерге жауап беруді орынсыз санады. Рас, мені бүгін бастық босатып тұрғанда үйге барып демалып алайын деген оймен тездетіп қолына ұжымы берген гүлін ұстап, киініп сыртқа шықты. Менің тұрмысқа шығу мәселем кәдімгідей күн тәртібінде қаралды ғой. Неге бүйтті екен бүгін деп ойлады. Үйге келген соң гүлді вазаға суға қойып жатып Жанар. Ана Мақпалды айтсайшы, бір негіз болған ғой о баста, деді. Менің де тұрмысқа шықпауыма негіз барын, жанымның ешкім білмейтін құпиясын қайдан білсін бәрі. Түрмеге түссем не болады енді тағдырым. Тұрмысқа шығу керек, ұрпақ өсіріп, ұрпақ сүю керек дейді. Бәрі дұрыс, бәрі білгіш ақ. Жанар сол 1998 жылы Қызылорда медколледжінің 2-ші курсында оқып жүрген. Жасы әлі 18-ге де толған жоқ. Кітапханадан енді шығып, 2-ші шағын аудандағы үйіне қайтуға автобустың аялдамасында жақындай берген еді. Бір жеңіл қара машина тұрысынан тоқтай қалды. Қарындас, бұрынғы Гоголь, қазіргі Қорқыт Ата университеті қай жерде? Айтып, сілтеп жібересіз бе? Деді бер жақ кабинеттен шыққан бұйра бас жігіт. Тура алдыңыздағы көшеден солға бұрылсаңыз тиіп тұр. Қарындас, сізге қиын болмаса, келіп машинаға отырып, сол жерге дейін бірге барып көрсетсеңізші. Сырттан келіп едік, айналып таба алмай жүрміз, деді жаңағы жігіт. Ақ көңілділіктің, кісіге сенгіштіктің, адалдықтың, тазалықтың қаншалықты шектеулі екенін ешкім білмейді екен ғой. Жанар еш бөтен ойсыз машинаның артқы жақ салонының ашылған есігіне тақай бергенде, ішкі жақтан бір әулетті қол өзіне Жанарды тартып алды. Есік сарт етіп қалай тез ашылды, солай сарт етіп тез жабылды. Жуан жалпақ алақан Жанардың аузын басты. Басын бір нәрсемен жапты. Жапқан нәрсенің иісі қандай еді? Жаман, адам тұншықтырады. Мен қарақшылардың қолына түстім. Олар мені зорлайды, сосын өлтіретін болды. Жанардың ойы ол кезде осы еді. Неге ғана отырдым екен? Еркектің қолы сыртынан қапсыра қысқанымен қоймай, өзінен басқа ешкімнің саусағы тимеген қосанарын езгілей бастады. Жанардың шығарға жаны қалмады, ышқынып бұлқынды. Жіберіңіздер деген сөзді айтып жатыр. Бірақ ол сөз аузынан шығып жатпаған секілді. Мүмкін бет аузын байлаған матада Жанар білмейтін дәрі бар ма? Жанар осыны ойлайтынын білді, басқасын білмейді. Жанар бір уақытта көзін ашты. Денесі зіл басқан ауыр, қозғалтпайды. Киіз үйде, жазылған диванның үстінде, түңлік ашық, тірі, қасында бір еркек қорылдап жатыр. Бүйтіп тірі қалғаным құрысын, бұдан да мені өлтіргендері дұрыс еді. Бар қазынасынан, пәктігінен айырылғанын білді. Екі аяғын біріне бірін қоса алмайды. Аяғы да, екі қары да қарысып қалған сынды. Үстінде лыпа жоқ. Жалаңаш қалыпта. Бұл кейіпті өзін мүлде шошытты. Жалмажан киімін іздегендей болып еді. Құлағы шыңылдап бас айналып кетті.